Құрметті әріптестер, біз бүгін қоғамда ерекше рөл атқаратын инклюзивті білім беру ортасын құруға үлес қосатын педагогтердің рөлі туралы айтатын боламыз. Неліктен бұл маңызды? Өйткені инклюзивті білім беру барша оқушының тең білім алуына жағдай жасайтын маңызды қадам. Сондықтан бүгін педагогтың инклюзивті орта құрудағы рөлі туралы айтатын боламыз. Инклюзивті білім беру деген не? Инклюзия барлық балаларды олардың физикалық, психикалық, әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан білім беру үрдісіне тарту. Оның қоғамда, соның ішінде білім беру жүйесінде маңызы өте зор. Мысалы, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған әдістерді қолдану қажет. Енді педагогтың негізгі рөлдеріне тоқталайық. Ең бірінші рөлі бұл қабылдаушы бола білуі. Алдына келген әр баланы өз ерекшелігімен қабылдап, өзіне сенімділігін арттыру қажет. Мысалы, мұғалім ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыға жеке тапсырмалар бере отырып, оның даму динамикасын жақсарта алады. Екінші рөлі бейімдеуші бола алуы. Оқу материалдары мен әдістерін оқушының даму ерекшеліктеріне бейімдеу. Мысалы, математика сабағында мұғалім көрнекіліктерді пайдаланып, оқушының тақырыпты жеңіл меңгеруіне көмектеседі. Үшінші рөлі қоғаммен байланыс жасаушы. Ата-аналар мен қоғамның инклюзивті білім беру үрдісінде бірлесе жұмыстануын ұйымдастыру. Мысалы, ата-аналарды арнайы тренингтерге шақырып, инклюзияға көз қарастарын өзгерту. Педагогтың негізгі рөліне кіретін білім беру үрдісінде кездескен кедергілердің алдын алу үшін оның да шешу жолдарын білуі тиіс. Мысалы, білім беру үрдісінде ресурстардың жетіспеушілігі, білім беру ортасының дайын болмауы сынды кедергілерді шешу үшін педагог өзінің біліктілігін уақытылы арттырып, заманауи технологияларды қолдана білуі қажет. Сөзімді қорытындай келе, инклюзивті білім беру педагогтерден ерекше біліктілік пен адамгершілікті талап ететін үрдіс екенін атап өткім келеді. Әр мұғалім оқушы үшін әлемді өзгертетін тұлға. Инклюзивті білім беру арқылы біз болашаққа тең мүмкіндіктер жасай аламыз. Ендеше сіз инклюзивті білім беруді дамытуға қалай үлес қосар едіңіз? Өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Тіркелуді ұмытпаңыз.